Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шоколадты брауни пирогын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтімізге шекер, какао салып, газға ертеміз. Содан соң ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып араластырамыз. Содан соң какаомыз бен сұйық майымызды құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін ұнымызды 2-3 бөліктен бөліп саламыз. Ендігі қамырымызды формамызға саламыз. Менде диаметрі 22-24-ге де салуға болады. 180 градусқа қызып тұрған пешке 30-35 минутке саламыз. Енді бетіндегі шоколадын дайындайтын боламыз. Ол үшін біздерге май және шоколад қажет болады. Водяной баняда немесе микроволновкада ертіп алыңыздар. Бисквитіміз дайын. Шпажкамен қараған кезде сәл влажныйлау болу қажет. Осылай беті үрліп кетсе, бетін алып тастасаңыздар болады. Және де жаңағы шоколадымызды бетіне қалауыңызша құйып, бетін әсемдейтін боламыз. Мен осылай әсемдедім. Жаңағы кесіп тастаған ұнтақпен әсемдесеңіз болады, немесе жаңғақ, миндаль, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Магазиндегі торттардан кем түспейді. Міндетті түрде жасап, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.